Отбасылық, тұрмыстық зорлық-зомбылық қоғамдағы күрделі мәселенің бірі. Қоғамның әлсіз топтары болып саналатын балалар, әйелдер мен қарттар көбінесе тұрмыстық өмірде зорлық-зомбылыққа ұшырап жатады. Ерлі зайыптылардың бір-біріне үй ішіндегі болатын әртүрлі жанжалдан қол көтеруі жиілейтіні жоқ емес. Кейде отбасындағы қатыгездіктен жапа шегушінің қаза болған жағдайлар да орын алады. Тағарақпа, қашан қоясың ішкеніңді? Кеше де іштің, оның алдында да ешқандай пайда жоқ әшеге. Не ойнайсың, не ішесің? Тұрмыстық отбасылық зорлық-зомбылық қоғамның өткір мәселесі. Спирттік ішімдіктерді тұтыну салдары отбасылық өмірдің шырқын бұзады. Спирттік ішімдіктер адамның ағзасы мен психикасына зиянды. Тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін кінәлі тұлғалар, соның ішінде адам өлтірумен аяқталған қылмыстық құқық бұзушылықтар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабымен айыпталады. Онда 8 жылдан өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Сотталушыны арақ ішкен мас күйінде қасақана әйелін өлтіргені үшін сот үкімімен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігімен кінәлі деп танып, оған 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.